Сәлем досым. Бұл Кубик Рубик 3-3-ті құрастырудың екінші видеосы. Бірінші видеода өтіп кеткеніміздей, ең алғашқы кезең ол дұрыс крес құрастыру болады. Бұдан кейінгі кезең, яғни біздің алдағы мақсатымыз ол бірінші қабатты құрастыру, яғни сәйкес түстермен бірге, мысалы, қызыл центрлермен үстінің қызыл жағы сәйкес келуі, жасыл центрлермен бірге жасыл, яғни үстіңгі қабат құрастыруымыз керекпіз. Оны қалай құрастырамыз? Міне бізде дұрыс крес құрастырылып тұр. Содан кейін біз мына бұрышқа келетін кубиктер түзеуіміз керек. Мысалы, көк пен оранжевый және ақ, яғни мына жерге алып келу үшін сол кубикті түзеуіміз керек. Міне көк, оранжевый, яғни қызыл сары және ақ. Оны мына жерге қоюымыз керек. Ол үшін бұл кубикті, яғни қоятын жерімізге қарама-қарсы жаққа бұрамыз. Қарама-қарсы дегенде мына жаққа бұрамыз. Сосын сол жерде түсіреміз. Яғни ең алдымен ақ кресті жоғары қаратып аламыз. Сосын яғни кубигімізді сол қарай бұрамыз, егер де осы жаққа қою керек болса. Сосын осы жаққа түсіреміз. Кубикті осы жерге қоямыз. Сосын орнына қайтадан көтереміз. Сол кезде бізде осы жер, мына жер құралды. Яғни бір бөлік құралды. Қалған үшеуін табуымыз керек. Мысалы, қызыл, көк, ақ. Яғни мына жерге қоюымыз керек. Сол кубикті іздейік. Бұрыш кубигі. Қызыл, көк. Сол жерге алып барамыз бірінші. Мына жерге алып келдік. Жаңа бізде оң жақта болса, енді бұл сол жаққа сәйкес келді. Дәл оң жақта істеген сияқты қылдырып, бірақ сол жақта істейміз. Яғни оны солға емес, енді оңға қарай бұрамыз. Жаңа келеді кубигімізді сол жерді түсіреміз. Бұл жаққа қоямыз, көтереміз. Сол кезде мына жер құралды. Қалған екі бұрыш кубиктері қалды. Енді қызыл, сары және жасыл, ақ бұрыш кубигін іздейік. Міне соны сол жерге алып келеміз. Бағанағыдай сияқты солға қарай бұрамыз. Яғни егер де ол былай тұрған кезде, мысалы мен былай түсірген кезде, ол ар жаққа қарай кетіп қалады. Сол үшін соны қарай бұрып қоямыз. Түсіреміз, келтіреміз орнына, сосын жоғары көтереміз. Енді бізде бірақ қана кубик қалды. Яғни жасыл, қызыл, жасыл, қызыл, ақ. Жерге алып келеміз. Яғни бұл кетіп қалмас үшін жаңағыдай орнынан алып тастаймыз. Түсіреміз, орнына келтіреміз, көтереміз. Сол кезде бізде бірінші қабат құралды. Яғни шағын Т тәріздес фигураларына көрін, цветтер сәйкес келген түстер таңдаймын. Басқа кубикпен ол қандай жағдайлар кездеседі. Міне, ең алдымен мен көзіме көк, қызыл, сары жерге келетін бұрышты кубик көзіме түсті. Ол міне тұр. Қызыл, сары, көк, яғни оны бағанағыдай сол жерден алып тастаймыз. Мынаны түсіреміз, сол жерге келтіретін жерді орнына қоямыз. Сосын көтереміз. Мына жер құралды. Енді көк, қызыл. Ол қайда екен? Ол міне мына жерде тұр екен. Оны бізге мына жерге алып келуіміз керек. Не істейміз? Бірінші бұл бұрышты кубикті мына жерден шығарып алуымыз керекпіз. Ол үшін яғни мынау ақ түс бізге қарай қарап тұру керек. Сол үшін оны былайынан түсіреміз де. Егер де былайынан түсірсек, ол ақ түс төмен қарап қалады да, қазір бізге ыңғайсыз болады оны келтіру үшін. Сол үшін былайынан төмен түсіріп, былай шығарып аламын. Енді жаңағы орнына алып барамыз. Міне бағанағыдай солға
көреміз. Көтереміз, орнына келді. Келесі қызыл жасыл. Міне тұр. Келтіреміз. Яғни былай төменсеңіз. Енді бірақ қана көбейіп қалып, бошты көбейіп. Оны дәл солай. Былай қарайсыз. Болды. Кубик Рубикті құрастырудың екінші кезеңі аяқталды. Көргендеріңізге рахмет. Менің каналыма қосылыңыздар.